Армысыздар, эфирде Жасыл экономика бағдарламасы, студияда Мөлдір Доспаева. Елімізде тағы бір күн паркі жұмыс істей бастады. Табиғат энергиясын өндіруді Қызылорда облысы Шиелі ауданындағы мекеменің бірі қолға алды. Электр станциясы іске қосылған уақыттан бері 240 киловатт қуат өндіріп үлгерген. Бір қуантарлығы, мұнда орнатылған күн панельдері отандық Астана Солар зауытының өнімдері. Осылайша жасыл энергияның артықшылықтарын көрсетіп, елімізде жұмыс істеп тұрған бұл 4-ші күн станциясы. Дегенмен оны орнатқан мекеме күн қуатын ғана емес, өзге де табиғат энергиясын тұтынып келеді. Әр күн сайын 60 миллион киловатт дәстүрлі энергия мөлшері қашықтықта орналасқан 14 шағын станцияға беріліп таратылып отырады. Бұл Уран энергияның жұмысы. Қазатомөнеркәсіпке қарасты бұл мекеме уран кеніштеріне күнделікті осы энергия түрін жеткізумен айналысады. Желілерінің жалпы ұзындығы 1200 шақырымнан асады. Дегенмен осындай күшті қуатты басқарып отырған мекеме кеңсесінің өзі жасыл энергияны тұтынады. Ішінде мынау қазір көріп отырған күн сәулесі энергиясын пайдаланатын жаңағы электр жаңа көздерінің бірі болып табылады ол да. Және жел энергиясын электр энергиясына аудару. Сонымен қоса жылу насостары жерден жылу алып жылу беру мәселелері қолға алынып қазір іске асырылып жатыр. Оның барлығы қазір өзіміздің ішкі қажеттілігімізді қамтамасыз етіп отыр. Бұл жаңағы мынау күн сәуле көріп отырған күн сәулесі батареялары өзіміздің отандық өндіруші Астана Солар компаниясының. Бұл күн паркі осыдан бір ай бұрын іске қосылған. Жалпы қуаты 250 киловатт сағат. Шуақты күндері мұндағы 1026 панель тұрақты түрде тоқ өндіріп келеді. Фотомодульдер күннің көтерілген сәтінен бастап, ұясына кірген уақытқа дейін бағытын өзгертіп, сәулелердің неғұрлым көп мөлшерін сіңіру үшін 180 градусқа дейін айналып тұрады. Мұнда өндірілген қуат мөлшері жалпы электр желілеріне қосылып кетеді. Жасалған есеп бойынша мекеме аумағында орналасқан барлық нысандардың жарығы осы күн қуатымен 100% қамтылады. Қарапайым мысал, мұнда энергия мөлшері 50 үйдің электр қуатына деген қажеттілігін өтеуге мүмкіндік бере алады. Нысандарға қажетті жылу энергиясы насос қондырғылар арқылы беріледі. Мекеменің жалпы аумағындағы жердің 2,5 метрлік тереңдігінде диаметрі 25 мм болатын құбырлар орналасқан. Бұлардың жалпы ұзындығы 16 шақырым. Ондағы сұйықтық күннің жерді қыздырғандағы жылуды жинайды. Сәйкесінше оны насостарға алып келеді. Қондырғының жылу өндіру қуаты 155 киловатт. Жылу насостары негізі бүкіл осы мекеменің ғимараттарын жылумен қамтамасыз ету үшін қыстың күндері және жаздың күндері жылу сумен қамтамасыз ету үшін тұрмыстық ғимаратты пайдаланады. Жылу насостарының артықшылығы, тиімділігі жағынан өте ыңғайлы, артықшылығы жағынан экология жағына ешқандай зиян келтірмейді. Өйткені біз бұрынғыдай көмір, мазут, дизельный топливо деген отындарды қолданбаймыз. Ауаға ешқандай зиян келтірілмейді. Мекеме бұл қондырғыларды орнатқан 3 жылдан бері жылу қазандықтары мүлде пайдаланбаған. Дәстүрлі энергияны жеткізетіндердің жасыл қуат көзін тұтынудағы жетістіктері бұл ғана емес. Бірнеше жыл бұрын бұл жерде Болотовтың жел қондырғылары да қойылған. Айта кететіні, мұндағылар тиімді энергияны өндіруді ғана емес, оны үнемдеп пайдалануды да ескерген. Мекеме территориясында 30-дан аса көше шамдары бар. Бұл шамдардың барлығы түнгі уақытта жел генераторы өндірген жинақталған электр қуатын пайдаланады. Айта кететін бір жайт, бұл шамдардың бәрі ертеректе 250 ваттық және 400 ваттық электр шамдар пайдаланған. Қазіргі уақытта бұл шамдардың барлығы энергия үнемдегіш шамдарға ауыстырылған. Болотов қондырғылары жиынтығы 7 киловатт энергия береді. Оған секундына 2 метр жылдамдықпен соғатын екпін жеткілікті. Желдің бағытына қарамастан ол минутына 350 реткешекті айнала алады. Ал тынық күндері энергияны төменгі қапталда орналасқан күн батареялары өндіреді. Айта кетейік, отандық өнертапқыштың мұндай роторлы жел турбиналарының 50-ден астамы қазір қолданыста.
шаруашылығымен айналысатын ұлттық компания. Қазақстанда жақын арада дәл осы салада жұмыс істейтін акционерлік қоғам ашылуы мүмкін. Оның басты міндеті су ресурстарын басқару ісін ретке келтіру. Аталған кәсіпорын судың орталыққа жеткізілуін қадағалайды деп күтілуде. Қоршаған орта және су ресурстары министрлігінің жоспары әзірге қағаз жүзінде. Бұл мәселе әлі де бірнеше талқылау сатысынан өтуі тиіс. Су ресурстарының тиімді пайдаланылуын қадағалайтын органның құрылуы күн тәртібінде тұрған мәселелердің бірі еді. Жеке ведомствоның өзіндік тарифтік саясаты жолға қойылып, басқарудың корпоративті принциптер енгізілмек. Бұл өз алдына мекеменің республикалық бюджетке тәуелді қылмай түрлі жобаларға сырттан қаржы көздерін тартуға мүмкіндік береді. Бүгінде кез келген нысанды тұрғызу үшін біз мемлекеттік бюджет көмегіне жүгінеміз. Болашақта мұндай жүйенің керегі де болмауы мүмкін. Дұрыс жасалған тарифтің тиімді менеджментінің арқасында қажетті магистральды құбыр жүйесін салуға болады. Ол үшін инвесторлардың көмегіне жүгіне аламыз. Осылайша халық шаруашылығына бюджет қаражатынсақ біраз кіріс кіреді. Бұл мекеме жұмысын аясы кең болмақ. Болашақта оның қызметіне кіретін міндеттемелер арнайы құжатта бекітілмек. Жуық арада жасыл экономикаға көшу мәселелері бойынша заң жобасына өзгертулер мен толықтырулар енгізіледі. Олар Қазақстан Республикасының 20-ға жуық заң актісін қамтиды. Оның ішінде су кодексі де бар. Өздеріңіз білесіздер, ең үлкен өзгерістер кодекстер, су кодексі, орман кодексі, жер кодексі, экология кодексі, басқа да заңдарға өзгерістер қазіргі кезде дайындалды. Бұл заңды тек қана біздің министрлік дайындап отырған жоқ. Бұл жұмысқа көптеген министрліктер тартылған, үкіметтік емес ұйымдар тартылған, кәсіпкерлер тартылған. Сондықтан біз ойлаймыз, жақын арада осы заңды бірінші оқылымға дайындау үшін осы екінші кварталда біз үкіметке тапсыруымыз керек. Сондықтан қазір жұмыс тобы жұмыс істеп жатыр. Егер бүкіл әлемде ауыз су тапшылығы мәселесінің туындап отырғанын ескерсек, кодекске енетін өзгертулер мен толықтырулар ұлттық компанияларды су көзін тиімді пайдалануға итермелеуі тиіс. То есть мы все понимаем, что қолда бар дүниені бүгінгідей ысырапшылықпен пайдаланатын болсақ, онда болашағымыз бұлыңғыр. Баламалы қуат көздерін тиімді пайдалана білуіміз керек. Енгізілетін барлық өзгерістер тренд, не сән деп қаралмай, қажеттілікке айналуы тиіс. Біз өз тарапымыздан кеңес түрінде болсын, тәжірибемізбен бөлісуге әрқашан дайынбыз. Көмір қышқыл газының 32 мың тоннасы сатылды. Бұл мөлшердегі СО2 шығарылымдары алғаш рет квоталарды саудалау жүйесі бойынша биржаға шықты. Аталмыш жүйе өткен жылдан бастап жұмыс істегенмен, қор нарығындағы операциялар жақында ғана жүзеге асырылды. Зиянды газдардың 1 тоннасы 455 теңгеден сатып алынды. Жалпы алғанда мекемелердің арасында 150 миллион тонна көмір қышқыл газының квоталары таратылған болатын. Жаңа тауарды кім сатып алады және бұл жүйенің біз үшін пайдасы қандай? Келесі материалымызда. Қазақстанның 178 кәсіпорны ұлттық жоспарға сәйкес улы шығарылымдардың мөлшерін белгілейтін квоталарға ие болды. Өткен жылдың қорытындысы бойынша артылып қалған көмір қышқыл газдары бар мекемелер оларды қор нарығында саудалай бастады. Ең алғашқы сатылымдарға 5 компания қатысты. Айта кететін артылып қалған зиянды қалдықтар өндіріс көлемінің азайғанынан емес, экологиялық шараларды қолға алуларына байланысты болуы керек. те предприятия, которые... Ауаға таралатын газдың көлемін азайту үшін арнайы қондырғыларды сатып алған компанияларды мемлекет ынталандыруы тиіс. Оның ең жақсысы кеткен шығынды қайтарып беру. Квоталарды саудалау жүйесі ісіне жауапты қарайтын мекемелер үшін жасалған. Қаншалықты квота артылып қалса, олар оның бәрін сатып, кеткен қаржыларын қайтарып ала алады. Яғни экологияға жанашырлық білдіру арқылы табысқа кенелуге де болады. Демек, не сіз ауаны ластап квоталарды сатып алуға мәжбүрсіз, немесе биоотынға көшіп, заманауи қондырғыларды орнатып ақ ешкімге тәуелсізсіз. Бұл әрине ауаға тонналап зиянды газ тастайтын мекемелердің таңдауы. Еліміз ТМД арасында алғашқы болып осы жүйеге көшті. Сарапшылар бұл жұмысымыз халықаралық деңгейге шықса, шетелдік инвесторлардың көптеп тартылуына әсер етеді дейді. Бүгінгі таңда квоталарды саудалау жүйесі жабық. Тек ішкі сауда жүзеге асуда. Дегенмен бірнеше жылдардан кейін біздің жүйеміз орнығып, шетелдік компаниялармен саудаласа аламыз деп ойлаймын. Сәйкесінше өзге елдің компаниялары бізге келіп, экологиялық таза қондырғыларын қоя алады. Оның орнына олар СО2 квоталарын ала алады. Жасыл экономика бағдарламасы осымен тәмам. Біздің хабарымыздың электронды нұсқасын 24.kz сайтынан көруге болады. Сондай-ақ әлеуметтік желілердегі аккаунттарымызды оқи отырыңыздар. Көріскенше.